Сивилай, сен менің әйелімсің, тез машинаға отыр, дейді Джихан. Солай алып кетеді. Беньямин Джиханнан жалғастырайық па деп сұрайды. Солай Беньямин адамдармен Нухты ұрып кетеді. Джихан, Сивилай екеуі қатты ұрысады. Нухты адамдар тауып алады. Таксинге звондап айтады. Беньямин Самет пен Хикметке бәрін айтып отырады. Нух қауіпті адам деп. Содан кейін Сивилай мен Джихан үйге келеді. Джихан Сивилайға сотқа планшет бермеңдер деп, үйден қашып шықпасын деп барлығын айтып жатады. Мелек баласын алдырып тастауға бара жатқанда, үй қызметшісі тоқтатып, ертең өкінесің, ойлан деп айтады. Осы кезде Таксин Нухтан сұрайды, бұл шансаландардың ісме деп. Мелек кетіп бара жатқанда, Таксин звондайды. Нухты кассиреге жұмысқа жіберіп жатырмын дейді. Мелек докторға келеді, баланы алдыруға, ойынын айнып қалады. Содан кейін қайтып бара жатқанда кездейсоқ Джихан алдынан шығады. Мелек ұрысып кетіп қалады, екі қабат екенін айтпай. Мелек Джиханды ойлап жылап отырады. Қайтадан баланы алдыруға келеді. Тағы да кетіп қалады, алдырмаймын деп. Сол кезде Сумру звондайды, кездесейік деп. Содан кейін екеуі қатты құшақтасады. Мелек жылап анасына, сені құшақтасам бола ма деп жылайды. Мелек үйіне келеді, сөйлесіп отырады. Алдырмағанын үй күтушісіне айтып отырады. Никаят Сумруды күтіп отырады. Дара алдырамын деп. Никаят Сумруға қатты ұрсады. Сивилайға Эсманың інісі соткысы бергісі келеді. Бірақ осы кезде Хикмет келіп қалады. Қатты ұрсады. Эсманы інісімен бірге қуып шыққысы келеді, бірақ Исат қарсылық білдіреді. Джихан мен Самет қоймаға келеді. Арттарынан Таксин адамдармен сол жаққа келеді. Мен Мелек пен Нухтың артында тұрған менмін. Солай барлығын айтады. Мен суреттегі үй қызметшісінің баласы менмін. Сенің әкең менің анамды қуып шыққан. Мен сендердің кегімді аламын деп айтады. Сол кезде барлығы бір-біріне қару тақап, содан кейін кетіп қалады. Джихан мен әкесі ақылдасып келе жатады офистеріне. Алдарынан Таксин шығады. Серіктес, қалайсыңдар дейді. Хикмет Таксиннің үйіне келеді және Мелекті көреді. Ол оған ұрсысып кетеді. Беньямин Сумруды жұмысынан көріп қалады. Сумруды келемеждеп кетеді. Сен үшін қайғырып тұрмын деп. Содан кейін Саметке звондайды. Сумру жұмыс істеп жатқан жерін айтады. Самет келеді. Сені бұл жерден де қуып шығамын дейді. Содан кейін Сумру оған, мен сенен енді қорықпаймын, менің өзім өмірім бар дейді. Сен мені тоқтата алмайсың, мен сенен қорықпаймын дейді. Самет ашуланып бастығын шақырады. Сумруды жұмыстан шығар дейді. Бастығы, бұл менің жерім, мен өзім білемін дейді. Самет Никаятқа келеді. Жүріңіз үйге, қайтайық дейді, кешірім сұрайды. Ол Сумру ше дегенде, ол асықпай келеді, мен оны әлі жазалаймын дейді. Никаят келісіп үйлеріне барады. Алдарынан Хикмет ашуланып шығады. Бұл неғып жүр дейді. Ағасымен қатты ұрсады. Содан кейін Никаят кеткеннен кейін Самет Хикметке, мен Сумруды масқара қыламын дейді. Аниса Сумруға анасының кеткенін айтады. Никаят Сумруға звондайды. Никаят қызына, ол менен кешірім сұрады, мен сосын келдім деп айтады. Сивилай Эсмадан Мелекке звондашы, Нух аман есен екенін білші дейді. Эсма Мелекке звондайды. Нух пен Сивилай қашқандарында Джихан келіп ұрып кетті деп айтады. Осы кезде Самет, Хикмет, Асад Харика сөйлесіп отырады. ДНК сараптамасы келеді. Харика қызы болмай шығады. Таксин Мелекті Нухқа келеді. Мелек Джиханға қатты жынданады. Джихан Сивилай Таксин адамдары Нух пен Мелек дейді. Мелек Джиханға келеді. Қару шығарып атқысы келеді. Мелек Джиханды атады. Келесі сериясын 100 лайк болғанда шығарамын. Подписаться етіп